Assalamu alaikum қазақ елі. Менің есімім Ділдәбек Қонысбайұлы, Түркістан қаласының тұрғыны. Менің құрметсіздікке ұшыраған Тоқаев мырзаға айтарым, мына елді тек қана өзің айтқаныңмен жүргізетін болдың ғой, айдауыңмен. Өзің сайлап, сотты да өзің сайлап, парламент тарқатасың ба, тарқатпайсың ба, өзіңіз білетін болдыңыз ғой. Халықтың бәрін ары айдасаңыз, ары жүргізіп, бері айдасаңыз, бері жүргізіп, халық өз еркіменен жүрмейтін болды ары қарай. Бұл қазақ тілін зар илеп, зарлап жатыр барлығы. Ол қазақ тілі ештеңе емес. Қазақ тілін сөйлемек түгілі, қазақ тілін сөйлегенді көрмей қалған, былай тұрсын қазақтың өзін көрмей қалатын болдық қой. Қазақтың бәрін ары бері айдайтын болды ғой Тоқаев мырза. Не болып кетті өзі? Бүкіл заңды өзің шығара бересіз. Мақұлдай ма, мақұлдамай ма, ана қарсы ауданнан тұтқындап әкетіп жатсыз. Шөп заңды өзіңіз шығарта беру үшін да. Бұл болмады. Халықтың ашуына ұшырамаңыз. Халық ашуланса, халық айтса қалт етпейді дейді. Халық енді көтерілетін болса, сауатсыз көтерілмейді бұндай. Халық қайта қателесе бермейді. Ескерту Тоқаев мырза.